Аузубиллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассалату вассаламу аля саййидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Баршаларымызға Рамазан айы құтты берекелі болсын. Әлбәтте Рамазан айы ол Құран айы. Құран айы болғаннан кейін Құранға қызмет жасау әрбір дін қызметкерінің, әрбір имамның, әрбір дін үйренген азаматтың міндеті деп білеміз. Сол себепті осы оқулықтарды қолдана отырып, Сафат Тафасир кітабына сүйене отырып, сіздерге осы әрбір 30 параның, Құранның 30 бөлігіне, әр бөлігіне, яғни әліп парасына қысқаша шолу жасауды жоспарлап отырмыз. Әрине бұл біраз оқуды біраз уақытты қажет етеді, дегенмен де иншалла бастап көрейік, Алла қаласа бір нәтижесі болады деген үміттеміз. Бүгін Құдай қаласа бірінші пара Фатиха сүресі толығымен кіреді, және Бақара сүресінің 141 аятына дейін осы бірінші параның еншісінде. Енді жалпы бірінші пара, енді Фатиха сүресіне келетін болсақ, енді Фатиха сүресін бұл жерде қысқаша айтатын болсақ, енді бұл жерде негізгі діннің негізгі мәселелері қамтылған. Бұл жерде енді Аллаға қалайша мадақ айту керектігі, Алланың бірлігі, тек Алладан ғана сұрау керектігі, тек Аллаға ғана құлшылық қылу керектігі, Алланың қиямет күнінің иесі екендігі, сол секілді бақытты адамдар кім, бақытсыздар кім, осы жайында кең түрде баян етіледі. Кейін Бақара сүресі, Бақара деген жалпы ненің мағынасы, сиыр деген мағынаны білдіреді. Бақара деген жалпы осы сиыр оқиғасына байланысты аталған. Енді Бақара сүресінің енді қысқаша алғашқы аяттарына келетін болсақ, алғашқы аяттарында енді алиф лам мимнен басталады. Алғашқы 5-6 аятында осы шынайы иман келтіргендердің сипаттары жайында баян етіледі. Иман келтіргендердің шынайы сипаттары, олар ғайыпқа иман келтіретіндігі жайында, яғни Алланы көрмесе де оған иман келтіретіндігі жайында, солардың шынайы қандай қасиеттері бар, соны кең түрде осы алғашқы Бақара сүресінің алғашқы аяттарында баян етіледі. Кейін яғни бұл бірінші аят пен 5-ші аят арасында, яғни 5-ші аяттан 6-ші аяттан бастап 7-ші аятқа дейін 6-ші 7-ші аяттар инналлазина кафару сауаун алейхим деп басталады. Яғни бұл жерде кәпірлер жайында баян етіледі. Енді бұл алдында, енді мүминдер жайында баян етілсе, оның алдындағы 5 аятта, енді осы 2 аятта кәпірлер жайында, кәпірлердің жазасы жайында осы 2 аятта баян етіледі. Одан кейінгі аяттарда, яғни 8-ші аяттан бастап 20-ші аятқа дейін وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ деп басталады. إِلَى إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ бен аяқталады. Бұл жерде енді алдында мүминдер жайында, кәпірлер жайында баян етілсе, енді бұл жерде 200 адамдар жайында. Яғни сырттай олар өздерін мұсылман ретінде көрсетіп, бірақ іштей олар күпірлігін жасырған адамдар жайында, яғни мұнафиқ 200 адамдар жайында баян етіледі. Олар енді сырттай біз мұсылманбыз деп айтқанмен де, іштей олар мұсылмандарға, жалпы исламға өздерінің бір дұшпандығы бар екендігі, олар кәпірлерден де олардың қауіпі жоғары екендігі осы аяттарда, яғни 8-ші, 20-ші аяттарда баян етіледі. Кейін 21-25-ші аяттарда жалпы енді мүминдер жайында, кәпірлер жайында баян етілгеннен кейін وَذَكَرَ مَا تَمَيَّزُ بِهِ مِنَ السَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ, енді олардың не себепті олар осы кәпір болғандығы, не себепті мүмин болғандығы жайында баян етілгеннен кейін не жайында ақаба хуна бизикрил адиллати уал барахин аля вахданияти роббил аламин. Бұл жерде Алланың жалғыздығы жайында, Алланың вахданияты жайында дәлелдермен жалғастырады. Яғни ей иман келтіргендер деп басталады, ей иман келтірген, ей адамдар, бір Аллаға құлшылық қылыңдар деп басталады. Яғни Алланың құдіреті жайында. Одан кейінгі аяттарда
бұл аяттар 26-29 аяттар енді Алланың жалғыздығы жайында баян етілгеннен кейін бұл жерде мынау Құранда әртүрлі нелер бар, мысалы құмырсқа жайында, шыбын жайында, өрмекші жайында. Енді осыны келе кеткен мына нелерге, мүшриктерге қатысты жауап берген. Яғни Алла Тағала ол мысал келтірген кезде, ол мына тіпті масаны да мысалға келтіруге Алла Тағала оны ешқандай ол жерде бір Алланың құдіретінің өзі, мысалы масаның жаратылуының өзі, мысалы кішкентай бір жануардың, жәндіктің жаратылуының өзі Алланың бір ұлы жаратушы екенінің бір паш етіп тұрғандығын, осы тіпті бір адамның көзге көрініп көрмейтін жәндіктерге дейін паш ететіндігін осы аяттарда баян етіледі. Яғни 26-29 аяттарда. Енді бұл инналлаха ла ястахи ан ядриба мәсәлә деп басталады. Алла Тағала шын мәнінде Алла Тағала үшін ол бір немес, бір мына жерде тура аударған кезде ұят емес деген секілді, немесе Алла Тағала үшін бір орынсыз емес немен мысалға келтірген, жаңағы масамен мысалға келтірген деп. Кейінгі аяттар 30 аят, бұл жерде 26-29 аят болған, алдында кейінгі 30-33 аяттар бұл жерде وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, бұл жерде енді періштелер мен Алланың арасында болған бұл жерде не жайында, әңгіме жайында баян етіледі. Адамның жаратылысының ұлы жаратылыс екені періштелердің алдында, періштелердің өзі сол Аллаға неге адамға бас иіп, адамға тағзым еткендігі жайында, адамға көптеген мынау тіпті адамның жамандыққа бейім келетіндігі жайында, осы жайында баян етіледі. Бұл жерде енді Алла мен періштелердің арасындағы диалог. Бұл 30-33 аяттар. Кейін бұл жерде енді кейінгі аяттарда 34-39 аяттарда وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ деп басталады. Яғни біз періштелерге, адамға тағзым етіңдер деп біз оларға әмір еттік дейді. Сол кезде бүкіл періштелер неге адамға тағзым етеді. Бұл жерде бірақ тек қана бұл жерде шайтан ғана тағзым етпейді. Енді мен одан қарағанда жақсымын, мені оттан жараттың, от болса неден қарағанда, жерден қарағанда, лайдан қарағанда жоғары тұрады деп, ол Алланың әміріне бойұсынбай қалады. Сол үшін ол Алланың лағанетіне ұшырайды. Бұл 34-39 аяттар бұл әңгіме. Кейін 40-43 аяттарда жалпы енді Бану Исраил қауымы жайында бастайды. Бұл жерде әңгімені ورد كلام عن بني إسرائيل وقد تحدث القرآن الكريم بإسحاب عنها فيما يقرب من جزء الكامل. Тіпті осы неде, осы бірінші параның біраз бөлігі, тіпті түгел деп айтсақ болады, біраз бөлігі осы Бану Исраил қауымы жайында баян етіледі. Олардың қаншалықты жаңағыдай, олардың әртүрлі зымиян әрекеттер жайында, әртүрлі әрекеттер жайында осы Бақара сүресінде кеңінен баян етіледі дейді. وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى عِنَايَةِ الْقُرْآنِ بِكَشْفِ حَقَائِقِ الْيَهُودِ дейді. Бұл жерде ол тектен тек емес дейді. Ол ненің Құрандағы осы нелер яһудилердің шынайы ақиқат, шынайы бет-пернелерін осы Бақара сүресі көрсетіп беріп жатыр дейді. Олардың жаңағыдай уәдесінде тұрмайтындығы, олардың жаңағы өздерінің кітаптарына өздері иман келтірмейтіндігі осы жайында. Бұл басталады. Я бәни Исраил деп басталады да варкау маъар ракиин деп аяқталады. Бұл енді кіріспе ретінде. Кейін 44-48 аяттарда Бану Исраил қауымы жайында енді былай бөлшекті айта бастайды. Фи хазил ая зам ва таубих лахум ала суи саниихим хайсу кану я'муруна бил хайр ва ла яфалун. Олардың бір қасиеттері бұл жерде 44-48 аяттарда айтылып жатыр. Адамдарды жақсылыққа шақырады, бірақ өздері жасамайды. Сонда екі жүзділік осындай әрекеттері, яғни кейбір ол тек мұнафиқтерге айтылғанмен, ол бұл нелерге, яһудилерге айтылғанмен де, бұл жерде жалпы мұсылмандарға да айтылған нәрсе. Яғни
қызым саған айтам, келінім сен тыңда деген секілді. Бұл жерде анау мысалы Бәну Исраил қауымының осы зымиян әрекеттерін айтылып жатыр. Яғни олар әмір етеді, өздері бір нәрсеге шақырады, осындай жақсылыққа шақырады, бірақ өздері ол нәрсені жасамайды дейді. Ол бір әрекеттері. Кейін 49-54 аяттарда لما قدم تعالى ذكر نعمه على بني إسرائيل إجمالا بين ذلك أقسام تلك النعم على سبيل التفصيل ليكون أبلغ في التذكير وأدع. يعني бұл жерде енді Алла тағаланың неге жалпы Бәну Исраил қауымына берген ұлы нығметтері жайында. Сол бір нығметтерінің бірі мынау Фирғауыннан құтқарғандығы жайында. Яғни Мысыр елінде езгіде болған яһудилердің, яғни еврей Исраил қауымын осы Алла тағаланың құдіретімен Мұса алейхиссалам және Харон алейхиссаламды жіберу арқылы осы жіберіп Алланың құдіретімен осы Бәну Исраил қауымын құтқарғандығы жайында осы аятта баян етіледі. Кейінгі аяттарда, яғни 55-59 аяттарда وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ. Яғни бұл кейін тағы да бір зымиян әрекеттері жайында айтылып жатыр. Яғни саған біз иман келтірмейміз деп айтып жатыр. Бұл жерде саған иман келтірмейміз, Алланы былай ашық көрмейінше дейді. Яғни сондай бір оқиға болған, жалпы олар сондай өз шарт қойған, кәне Алланы біздерге көрсет. Егер көрмейінше, біз Алланы көрмейінше біз саған иман келтірмейміз деп. Яғни сондай Алланың ұлы нығметтерін көре тұра, ұлы мұғжизаларын көре тұра, қалай олар мынау Бәну Исраил қауымын қалай нелерден мысырлықтардан, Фирғауыннан қалай құтқарғандығы жайында көре тұра, олар осы мұғжизаларды көре тұра, олар қарсы келді, Аллаға иман келтірмеді дейді. Кейін 60-62 аяттарда Муса ли қаумихи, яғни сондай бір Алланың бір мұғжизалары жайында айтылып жатыр Бәну Исраил қауымына. Бұл енді Алланың бір ұлы нығметтері беріле тұра, олар нығметтерге қарсы шығып, нығметтерге шүкірсіздік танытқандығы жайында. Бұл жерде анау әрбір қауым, сол жерде Бәну Исраилдің өзі 12 тайпадан тұрған дейді. Сол 12 тайпаға Алланың құдіретімен Мұса алейхиссаламның Алланың берген мұғжизасымен бұлақтар ағызып қойған дейді, Алланың құдіретімен. Яғни осы бір неге Бәну Исраил қауымына берген бір Алланың нығметі. Одан кейінгі аяттарда 63-66 аяттарда ләмә зәкәрахум та'ала бинни'ам жалила, ұлы нығметтерді Алла тағала баян еткеннен кейін أردف ذلك ببيان ما حل بهم من نقم جزاء كفر وعصيانهم وتمردهم على أوامر الله فقد كفروا نعمة ونقضوا الميثاق واعتدوا في السبت فمسخهم. يعني олар сондай бір уәдесінде осындай бір неге білесіздер, иә, мынау Мұса алейхиссалам 40 күн Таурат түскен кезде, 40 күн тауға кеткен кезде олар сол бір 40 күнге шыдамай пұтқа табынып кетеді, яғни неге бұзауға табынып кеткендігі жайында. Одан кейінгі мына жерде тағы айтылып жатыр, олардың тағы да осы сенбі күні оларға жұмыс жасау, кәсіп жасау тыйым салынса да, олар сол қарсылық танытып, сол сенбі күні олар жұмыс жасаған. Сол жайында да айтылып жатыр. Кейінгі аяттарда бұл енді 67 және 74 аяттар арасында وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ деп басталады. Ләмә зәкәрә осы нелердің, яһудилердің осындай қылмыстарын айтқаннан кейін уәдесінде тұрмай, олар келісімде тұрмайтындықта жайында, және мынау сенбі күнге құлақ аспай сенбі күні кәсіп жасағандығы жайында, وَتَمَرُّدِهِمْ عَلَى اللَّهِ, Аллаға және وَجَلَّ فِي تَطْبِيقِ شَرِيعَةِ сол Құран Тәуратта түскен шариғатқа мойынсұнбағандығы жайында, ақаба бизикр нау ахр, және олардың тағы да бір зымиян әрекеттер жайында айтылып жатыр. Әлә ва хуа мухалафатухум лил анбия, олар пайғамбарларына қарсы келуі, адам мусараатихим, олармен жаңағыдай олардың әмірін, пайғамбарлардың айтқанына құлақ аспаулары, яғни осы әрекеттерін айтып жатыр. Кейінгі аяттарда бұл 75-82 аяттарда осы өз нелердің
яһудилердің осы неге пайғамбарларына қарсы шыққанын айтқаннан кейін аққаба дейді не нәрсе айтып жатыр, тағы да бір олардың бір күнә, үлкен зымиян әрекеттері, үлкен қателіктері, ол мынау алланың сөзін, тәуратты өзгертуге тырысулары. Өзгертуге тырысу деген кезде сол өздеріне ұнаған жерін алып, ұнамаған жерін, ұнамаған деген өздерінің нәпсілеріне сәйкес келмейтін тұстарын алып өзгерткен, осы жайында, тәуратты өзгерткендігі жайында айтып жатыр. Және олар өздерінің сондай бір алланың бір сүйікті құлдары екенін айтында, өздерінің басқа адамзаттан өздерін жоғары ұстайтындығы жайында айтып жатыр бұл нелерді, бұл аяттарда. Яғни біз егер тіпті тозаққа кірген жағдайдың өзінде тек қана аз күн ғана біз тозақта боламыз деген секілді сондай олардың бір сөздері бар, олардың сондай бір ұстанымдары бар. Яғни осы аяттарда айтылады. Кейін жалғаса келе бұл 83-86 аяттарда енді олардың үлкен сол зымиян әрекеттерін айтып жаттық қой. Одан кейін олардың тағы да бір несі, олардың тағы да бір үлкен басқа олардың бір зұлымдықтарының бір несі, басқа адамдардан дүние мүлкін былай жеу, үстіне жаңағыдай үстеме ақы алу секілді ғой, былайша айтқан кезде өсім алу, басқа қауымдардан өсім алуға рұқсат етіп, өздерінің арасында өсім алуды харам еткендігі жайында. Яғни сондай жалпы енді ол өсім сол Мұсаның шариғатында да өсім харам болған, бірақ олар өсімді басқалардан алуға рұқсат етіп, бірақ өздерінің араларында тыйым салынған. Осындай олардың зымиян әрекеттері бар. Кейін біздің неміз жалғаса келе, кейінгі аяттарда бұл аяттарда да сол яһудилердің зымиян әрекеттерін айтып жатыр. Сол Алланың бір нығметтеріне етпей мойынсұнбау, Алланың нығметтеріне қарсы келу, шүкірсіздік таныту, тіпті аспаннан осы нығметтер түскен кезде де олар соны жаңағыдай соны ассызынды да, яғни ол бұл аз деген секілді, басқа да нығметтер бер деген секілді, басқа да бізге тамақ бер деген секілді, осындай бір Алланың бір нығметтерін көре тұра олар мойындамады. Кейін жалғаса келе 93-97 аяттарда, 98 аяттарда бұл жерде тағы да бір бұлардың бір үлкен нелері, қателіктері, олар мынау Жибрил алейхиссаламға тіл тигізулері. Яғни бұл жерде Рафа Жибрил Джабал Тур алейхим ва амару ан яхуду бима фи Таурат азхару ал-қубул ва та'a сумма аду ил ал-куфр. Бұл жерде енді анау Жибрил алейхиссаламның ол кейін келетін нәрсе. Бұл жерде анау не жайында айтып жатыр, олар жаңа өздерінің уәдесін алған неткеннен кейін жаңағыда Мұса алейхиссаламға олар уәде берді. Осы дінде біз беріп боламыз деп уәде бергеннен кейін олар сол өздерінің уәделерінде тұрмай кейін бірден неге пұтқа табынып, жаңа бұзауға табынып кеткендігі жайында айтылады 98 аятқа дейін. Кейінгі аяттарда бұл енді 99-103 аяттарда бұл жерде де яһудилер жайында айтылып жатыр. Бұл жерде енді жаңа айтқандай Жибрил алейхиссаламға тіл тигізулері, Жибрил алейхиссаламға тіл тигізуі, Жибрил алейхиссаламды олар балағаттаған, тіпті олар мынау Сүлеймен алейхиссаламға сиқыршы деген секілді сондай кінә таққан. Осы жайында пайғамбарларға тіл тигізген болған дейінгі сол жайында айтылып жатыр. Кейін 104-110 аяттарда Я юхаллазина аману ла тақулу рa'ина. Яғни бұл жерде нені олар яһудилердің тағы да осы нелері жайында айтып жатыр. Яһудилердің үлкен зұлымдықтары жайында бұл жерде тағы да бір олардың зұлымдығы пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассаламға жасаған зұлымдық, біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға. Яғни біздің пайғамбарымыздың пайғамбар екенін көре тұра олар пайғамбарды мойындамауы, пайғамбарға қарсы келуі, яғни пайғамбардың жаңағыдай пайғамбарлығын бұл енді
ол енді негізінде пайғамбарлық бізге келу керек еді деген секілді сондай ұстанымда болуы. Кейін тіпті мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға да амандасқан кезде де келе кетіп жаңағыдай ассаламу алейкум деп, ассаламу алейкум деген ол жерде бір балағат сөз болып саналады. Негізі ассаламу алейкум бұған да қатысты Құранда аяттар түскен. Кейінгі аяттарда 111-ші 115-ші аяттарда олардың бір несі бар, тағы да олардың бір сөздері бар. Фи хадихил ая карима, тағы да олардың бір нелері, қателіктері, енді яһудилер болсын, христиандар болсын, олар бір-бірін мойындамайды. Немесе олар айтады, біз тек қана біздер ғана христиандар біздер ғана кіреміз жәннатқа деген секілді, немесе яһудилер біздер ғана кіреміз деген секілді, тек бізден басқа адамдар неге жәннатқа кірмейді деген секілді сондай өздерінің ұстанымдары бар. Кейінгі аяттарда 117-ші 123-ші аяттарда олардың тағы да бір несі, мынау не жайында айтылып жатыр бұл жерде, яһудилер, христиандар жайында айтылып жатыр. Қалу тахадаллаху валадан, яғни олар христиандар болса білесіздер, иә, мынау еврейлер болса Озайр ибн Алла дейді, яғни нелер Озайр Алланың баласы Озайр деп сондай олардың ұстанымдары бар. Сол секілді Иса, христиандар Исаны Алланың Құдайдың баласы деген ұстаным нелер бар. Сол секілді мүшриктердің өзі мынау періштелерді Алланың қыздары деген секілді осыған қатысты осы аяттар түскен, соған қатысты жауап береді. Кейінгі аяттарда, енді бұл 123-129 аяттарда бұл енді бұл жерде Ибрахим алейхиссалам жайында айтылып жатыр. Бағдан закар Аллаху Таала мынау Исраил қауымына жасаған бір ұлы нығметтерінен кейін, олардың күпірлік жасауға қарсы келгендерінен кейін мынау Ибрахимнің қиссасы жайында айтып жатыр. Сол кезде олар айтады, аллази язамул яхуд ва насара, яғни яһудилер болсын, нелер болсын, христиандар болсын, Ибрахим алейхиссаламды ол тек біздікі деген секілді, біздің пайғамбар деп, яғни Ибрахим алейхиссалам бізге ғана қатысты деген секілді, жаңағы әрбіруі өздеріне тартады. Бірақ негізінде Ибрахим алейхиссалам ол ең лайықты, Ибрахим алейхиссаламға ең лайықты еруші ретінде ол пайғамбарымыз Мұхаммедті саллаллаху алейхи вассаламды айтып отыр бұл жерде. Өйткені Мұхаммед пайғамбарымыз Ибрахим алейхиссаламның ұлы үлкен ұлы Исмаилдан тарайды. Одан кейінгі аяттарда бұл жерде де Ибрахим алейхиссаламның қиссасы жайында айтып жатыр. Бұл жерде Ибрахим алейхиссаламның қиссасы, Ибрахим алейхиссаламның байтыл Алланың Қағбаны салғандығы жайында, Қағбаны салу қиссасы жайында, және кімде-кім Ибрахим алейхиссаламды мойындамаса, ол нағыз ең бір мынау ақылы таяз адам деген секілді сондай осы жайында айтылып жатыр. Жалпы Ибрахим алейхиссаламның мынау Қағбаны салуы, Исмаил алейхиссалам пайғамбармен бұл жердің бір кіндігі ретінде бекітуі осы жайында айтылады. Кейінгі ең соңғы бұл жерде осымен бізде аяқталады 135-141 аяттар арасында وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى деп басталады. لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى أَنَّ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ هِيَ مِلَّةُ حَنِيفَةٌ سَمْحَةٌ. Бұл жерде Ибрахим алейхиссаламның миллеті ол таза пәк миллет екенін айтқаннан кейін وَأَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهَا عنها فقد بلغ ذروة العليا من الجهالة. Кімде-кім иман келтірмесе, ол жаңағыдай ол бір адасушылық екендігі жайында айтқаннан кейін бұл жерде وبين أن تلك دعوة لم تكن عن دليل شبهة بل هي مجرد جهود للإسلام عناد ثم عقب ذلك بأن الدين حق هو في التمام. бұл жерде енді шынайы дін, шынайы қазіргі кезде сол уақыт сол енді ұстануға лайықты ең таза дін ол ислам діні екендігі жайында бекітіп осы аятта сонымен осы бірінші парамыз, бірінші жүз дейді ғой, бірінші неміз осымен аяқталады. Алла разы болсын. Бұл енді қысқаша біздің осы бірінші параға жасаған қысқаша түсіндірмеміз. Иншалла келесі сабақтарда біз әлі жетілдіре түсіреміз, Құдай қаласа. Алла ілімдерімізге ілім қоссын.